Сәлеметсіздер ме? Мен Ақмола облысы Есіл аудандық сотының судьясы Жылқайдаров Саян Абылайұлы. Ағымдағы жылдың 10 маусымында Қазақстан Республикасының заңымен азаматтық процестік кодексіне соттар жұмысының заманауи форматтарын ендіру, артық сот рәсімдері мен шығындарын қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілгені туралы баршамызға мәлім. Осыған байланысты азаматтық процестік кодексінің 20 және 21 тарауларына енгізілген өзгерістерге тоқталып кетсек. 20 тарауда, бұл тарауда төрелік шешімді орындау мәселелері көрсетілген. Өзгертулер бойынша 253 баптың 2 тармағында бұрын болмаған атқару парағын беру туралы арызға қойылатын талаптар көрсетілген. Атап айтқанда, бұл арыз берілетін соттың атауы, арызданушы және жауапкердің толық мәліметтері, аты жөні, туған күні, мекен жайы, сәйкестендіру нөмірі, ұялы байланыстың абоненттік нөмірі. Арызданушының талаптарын негіздейтін мән-жайлар, сондай-ақ осы мән-жайларды растайтын дәлелдемелердің мазмұны. Егер талап қою бағалауға жатса, талап қоюдың бағасы. Арызға қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілуі тиіс. Сотқа берілетін арыз осы талаптарға сәйкес келмеген жағдайда қараусыз қалдыруға жатады. Сонымен қатар атқару парағын шағым жасаудың белгіленген мерзімі өтпесе, сот өндіріп алушыға атқару парағын беру туралы арызын қайтарады. Белгіленген мерзім төрелік шешім алған күннен бастап 1 ай. 21 тарау. 21 тарауда бұл тарау сырттай іс жүргізу және сырттай шешім шығару мәселелерді қамтиды. Өзгерістерге келсек, 256 баптың 5 бөлігінде сот істі сырттай іс жүргізу тәртібімен қарау туралы ұйғарым шығарып, сонымен қатар сот отырысының хаттамасына енгізеді. Ал 259 бабында сырттай шешімнің көшірмесі тараптарға бұрын 5 жұмыс күнінің ішінде жіберілсе, қазіргі таңда, яғни өзгерістерден кейінгі бұл мерзім 3 жұмыс күнге дейін қысқартылды. Назарларыңызға рахмет.